Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып пісетін чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек болады ең алдымен жұмыртқа, тұз және ас содасы, керегінше ұн. Жұмыртқа егер сізде ұсақ болатын болса, онда міндетті түрде 4 жұмыртқа пайдаланғаныңыз абзал. Менде ірі болғаннан кейін 3 жұмыртқаны пайдаландым. Мінекей 3 жұмыртқамызды салдық. Одан соң кішкентай қасықтың ұшымен тұзымызды салатын боламыз. Және шым-шым ас содасы. Ұнды керегінше қамырдың, яғни аса қатты да болмау керек, қатты жұмсақ та болмау керек, орташа қалыпта қамыр илейтін боламыз. Мінекей бізде қамырымыз иленіп болды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, қатты да емес, қатты жұмсақ та емес, орташа осындай арнайы пакетке салып кішкене 15 минуттай тыңдықтырып қоятын боламыз. Яғни иі қану керек. Иі қанып болғаннан кейін осындай қалыңдықта жайып шығамыз. Яғни қамырымыз, жайған қамырымыз қатты жұқа болып кетпеу керек және қатты қалың да болмау керек. Орташа болу керек. Сол кезде жақсылап әдемілеп пісетін болады. Енді өздеріңіз үйде үй кеспесін кесіп жүргендегідей сөйтіп кесіп алатын боламыз. Мен яғни оқтау арқылы, оқтаудың көмегімен орадым және осындай 4 бөлікке бөліп алдым. Осылай ыңғайлырақ. Ендіке келесі кезекте мінекей ораған күйі осылай кесіп шығатын боламыз. Қызып тұрған майымызға жақсылап тұрып қуырып аламыз, яғни қатты күйдіріп алмаңыздар. Сәл-пәл қызарса болды, ала беріңіздер. Ендігі біздің оған қосатын, яғни 1 стакан қантқа 1 кішкентай банка мед дейміз, яғни бал дейміз, біреулер әсел дейді. 1 банкасын құйып жақсылап тұрып газда қантымыз ерігенше, сұйықтық болғанша былғайтын боламыз, ұстайтын боламыз. Мінекей менде қантым ерігенше күтіп тұрмын. Қантым еріді. Осындай сұйықтықта дайын болған кезде, дайын болған пісіп тұрған чак-чагымыздың үстіне осы сұйықтықты қосатын боламыз. Және де мен чак-чактың үстіне міндетті түрде мак сеуіп шығамын. Кейбірлерге мак ұнамайды, яғни ол кезде сіз бетіне тек сәндік үшін сеуіп шықсаңыз болады. Бірақ мен өзім осылай жақсы көргендіктен арасына қосып жіберемін. Енді одан кейін біздің яғни дайын болған сұйықтық медімізді қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, дайын болғаннан кейін арнайы формаға салып қатырып қойыңыз. Мінекей біздің чак-чагымыз дайын. Шетінен алып дастарханға ұсына берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де лайк басып каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.